Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен түрік елінің тағамы лахманжыны дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рецепт өте оңай әрі қолжетімді заттармен жасалынады. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер болады. Өте дәмді әрі ерекше, бір істегеннен сәтті болып шығады рецепт. Жасап көрсеңіздер болады. Ең алдымен таза тұрған ыдысымызға міндетті түрде електен өткізіліп алған ұнымызды салып аламыз. Ұнымыздың үстіне осындай ашытқымызды қосамыз және жылы суымызды қосып, кішкене ашытуға тұрғызамыз. Дрожжымыз дәл осылай ашып шықты. Енді оның үстінен тұзымызды, кішкене қантымызды салып, жылы суымызды құйып, қасықтың көмегімен жақсылап араластырып қамыр илейміз. Енді қасықтымызды алып, қолымызбен жақсылап қамырымызды илеп қоямыз. Қамырымызды міне илеп дайындап болғаннан кейін міндетті түрде қамырымыздың ашуын күтеміз. Қамырымыз көтеріліп дайын болғанша біз салмасына кірісеміз. Салмасына осындай тәтті бұрыш, сарымсақ және де жуа қосып, жақсылап осындай блендердің көмегімен араластырып майда етіп аламыз. Және оның үстінен біздің кішкене ғана фаршымызды қолданамыз. Енді оны да жақсылап бірге өткізіп аламыз. Өткізіліп алған салмамызды тарелкемізге алып, тұз, паприкамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Міне қамырымыз ашып көтерілді. Енді осы қамырларымызды бөліктерге бөліп аламыз. Міне барлық қамырларымызды бөліктерге бөліп алғаннан кейін міндетті түрде тұрғызып қоямыз. Тұрғызып қойған қамырларымызды дөңгелекше етіп жайып аламыз. Міне дәл осылай етіп жайып алдық. Енді дәл осы қамырымызды осындай тақтайымыздың үстіне қойып алып, салып шығамыз. Дәл осы салмаларымызды салып алдық. Енді қызып тұрған пешке 180 градуста пісіріп аламыз. Енді пісіп шыққан лахманжымыздың үстіне сырларымызды қойып, тағы да ыстық отқа қойып аламыз. Міне біздің сырларымыз еріп дайын болды. Өте дәмді, осындай лахманжыларымыз дайын болды. Рецепт өте оңай, қолжетімді заттармен ғана жасалады. Үйде балаларға, отбасы мүшелеріңізге жасап берсеңіздер, міндетті түрде сүйіп жейді. Өте дәмді әрі керемет болып шықты. Осы рецептпен жасап көрулеріңізге кеңес берем. Барлық керекті грамдарын мен описание бөліміне жазып қалдырдым. Видеомды тамашалағандарыңыз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сіздермен болған Жансұлу.